Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз айтыстың әуенін үйренеміз. Бірнеше айтыс әуені. Себебі бізде осы музыка сабақтарында келесі апталарда айтысқа байланысты бірнеше іс-шаралар болады екен. Соған орай оқушыларға да жеңілдік болсын деп осы айтыстың түрін, әуендерін көрсетемін. Сол себепті бейнемізді аяғына дейін көріңіздер. Каналымызға тіркеліп өтіңіз, тіркелмеген болсаңыз, және айтыс үйренем деген достарыңызға осы бейнені бөлісіп қойыңыздар. Ендеше кеттік. Мен айтысқа 5-ші сыныптың оқушылар, 5-ші сыныптың кітаптағы қыз бен жігіт айтысы деген сөзді алдым. Атыңды шешең сүйіп қойған еркін, той болса түзетесің кәмшат бөркің. Бұлаңдап жұмақтың қорғызындай, бітпеген ешпендегі сенің көркің деген текст. Сол текст бойынша сіздерге көрсетіп отырамын айтысын әуенін. Ендеше кеттік. Бірінші әуен, ең қарапайым, ең оңай әуеннің түрі бұл мынандай әуен, орындап берейін. Атыңды шешең сүйіп қойған еркін, той болса түзетесің кәмшат бөркін. Бұлаңдап жұмақтың қорғызындай, бітпеген ешпендеге сенің көркің, әгегагым-ай. Осылай орындалады екен. Ендеше басынан бастап кеттік кәнекей. Атыңды деген жерінен қараңыздар. Атыңды дегенде бір рет төмен қағасыңдар. Сосын үстін басасыңдар міне. Асты бірнеше пернеде тұрады, төмен бір ашық міне. Сосын басасыздар. Осылай. Атың, сосын д деген буынға мына үстінге екінші пернеде басасыздар. Атыңды. Әрі қарай. Шешең сүйіп деген жер. Шешең сүй, сосын шешең сүйіп деген үп дегендегі жерде үстінге екіні басып қаласыздар. Шешең сүйіп, міне, басқанда астыңғы бірінші пернені бірге қоссаңыздар болады, міне. Атыңды шешең сүйіп, міне. Одан кейін қойған еркін деген жері. Көрдіңіздер ме? Оп-оңай, ашық. Сосын астыңғы бірді басып, үші төмен жерді қосқанда бұлай болады. Атыңды шешең сүйіп қойған еркін. Әрі қарай. Той болса түзетесің кәмшат бөркің деген жері. Оп-оңай, бір төмен, екі төмен, төрт төмен, екі, төрт, екі рет төмен. Төртке екі рет, сонда қосқанда міне осылай. Сосын екіні қайтадан төмен, сосын бір, ашық, екі, бір. Тағы да міне. Той болса түзетесің кәмшат бөркің. Әрі қарай. Бұлаңдап жұмақтың қорғызындай деген жері. Бұлаңдап жұмақтың қорғызындай. Дәл алдыңғы әуенге ұқсайды. Тек қана соңғысы үстіңгі мынаны екінші пернені басып қаласыздар, Бұлаңдап жұмақтың қорғызындай, міне. Енді дұрыстап тұрып көрсетейін, төмен, бірінші перне, екінші перне төмен, төрт, одан кейін. Міне, бұлаңдап жұмақтың дегенде, мына төртке барғанда бір рет төмен қағылады. Енді ол сөзге байланысты, өйткені мұнда жұмақтың деген сөзі үш буыннан тұралған екен. Егер одан да ұзақ буын болса, сіз сәйкесінше мына көзге төртті солай қосып ойнай бересіз. Мұнда жұмақтың, мақ деген ғана буын кеп тұрғаннан кейін бұны бір ағарып шертеміз. Мұнда түзетесің дегенде, байқасаңызды, түзетесің дегенде төрт буына келіп тұрген. Сондықтан біз түзетесің наған екі рет ойнадық. Енді қараңыздар, міне. Бұлаңдап жұмақтың, екі, сосын қорғызындай,
Қорқызын, төртті бірде тұрады, үстіңгі екіні басып қаласың. Қорқызындай. Одан кейін бітпеген ешпендеге, міне, бітпеген ашық екірет, бітпе. Сосын бір, екі, екеуін бірге басасыздар. Бітпеген. Одан кейін ешпенде, ге дегенде астыңғы екіні басасыздар. Бітпеген ешпендеге, сосын сенің көркің. Бірді басып, ашық қоясыздар, сенің көркің. Түсінікті ма? Ары қарай. Әгегагымай дегенде соңғысын сөйтіп бітіре саласыздар. Әгегагымай. Міне, үстіңгі екі, астыңғы бір. Әгегагымай. Түсінікті болды ойлайын. Егер қазір менің артынан қайталап үйреніп қалсаңыздар, бұнда менің бірге қазір дәл ойнаңыздар. Мен қазір басынан бастап осы әуенді ойнап беремін. Кеттік, қараңыздар. Бірге орындаймыз, басында осындай вступление бар. Оны жасасаңыз да болады. Болмаса жай ғана шертіп төмен қарай сөйтіп те орындасаңыз болады. Жасасаңыз былай болады. Бұл екі, сосын міне үстіңгі екі, сосын үстіңгі бір. И үстіңгі ашық, екі рет шертіледі. Төмен, жоғары, төмен, и жоғары. Ашық, төмен, жоғары, төмен. Асты бірде тұра береді. Төмен бір қағастыр, тағы да. Осылай 4 рет жасасаңыз болады. Одан кейін әуені басталады. Атыңды шешең сүйіп қойған еркің, той болса түзетесің кәмшат бүркің. Бұлаңдап жұмақтың қорқызындай, еш бітпеген ешпендеге сенің көркің, әгегагымай. Осылай. Әрі қарай қыз жауап береді екен. Атымды шешең сүйіп қойған еркің, той болса түзетемін кәмшат бүркім. Келе сап сипатымды баяндадың, есіңді аударды ма менің көркім, әгегагымай. Қыздың жауабы. Енді дәл осы текстке екінші айтыстың әуенін көрсетейін. Мысалы, көбінесе Балғынбектің орындайтын әуені бұл, шатаспасам. Егер Балғынбектің басқа да бір орындайтын шығар мүмкін, Балғынбек Имашев болмаса басқа да орындауы мүмкін, бірақ Балғынбек Имашевтан естіген сияқты бұл. Осылай, деп осындай кететін жер бар. Бұл қалай? Дәл осы текст келеді екен. Атыңды шешең сүйіп қойған еркің. Осымен айта береміз, қараңыздар. Бұл қалай? Астыңғы үшінші пернені аласыздар, міне. Бастағанда да бұл вступление 1 мен 3-ті ойнап тұрасыздар. Міне. 1 төмен 2 рет. Сосын 3-ті жоғары. Сосын қайтадан 1 и 3 жоғары. Мына осылай болады. Осыны бірнеше рет ойнайсыздар. Деп бітіресіздер да, кейін әуен кетеді. Міне үстіңгі, астыңғы үшінші пернені ұстайсыздар. Атыңды шешең сүйіп қойған еркің. Бұл 3 А деген жері, сосын 5-ті басасыздар. Атың, сосын Д, 6-ға барасыздар. Атыңды, сосын шешең сүйіп қойған еркің. Шешең сүйіп деген жеге дейін осы 6-да тұрады. Сосын қойған еркін. Кін деген қайтадан 3-ке барады. Қойған еркін деген жері 5-те тұрады. Сонда басынан бастап көрсетсем егер. Атыңды шешең сүйіп қойған еркің.
Одан кейін той болса түзетесің кәмшат көркің. Енді келесі әуенде кішкене сәл өзгеріс бар. Бұлаңдап жұмақтың қорғызындай. Бұл 8-ге барады. Бұлай болады ма? Бұлаңдап жұмақтың, сосын 5-ті. Қор қызындай, қызындай дегенге 8-ге барасыз. Қосқанда бұлаңдап жұмақтың қорғызындай, сосын бітпеген ешпендеге. Бітпеген ешпендеге. Бітпеген деген жері мына 6-ға барады міне. Бітпеген, 3-те тұрастырды. Бітпеген, сосын ешпендеге. Еш дегенде 5-те, ешпенде, сосын ге дегенге қайтадан 3-ке келесіздер. Бітпеген, сосын ешпендеге, сосын сенің көркің ай, сенің көркің ай, сенің көркің ай деп қоса саласыңдар. Бұл да айтыстың бір сондай несі, түрі. Айтысқа сондай кейбірде сөздер қосады, иә? Енді бұны жай ойнамайсыздар. Бұнда параллельно нота ойналады. Параллельно дегеніміз нота емес, перне. Струнасы, то есть, басым батып кетті ғой. Үстіңгі шегімен бірге қоспайсыз. Сонда нағыз сол айтыскерлердің ойнайтын әуеніне ұқсайтын болады. Қараңыздар, егер ойнасаңыздар былай. Қалай үстінде қосып ойнайсыздар. 3, 5, 6, 5, 3. Қалай астында жаңа үйрендіңіздер жылжып, дәл солай бірге сол үстінде қозғалып ататын. Атыңды шешең сүйіп қойған еркің. Сосын арасында осы жері ойнап тұрады. Одан кейін той болса түзетесің кәмшат көркің. Бұлаңдап жұмақтың қорғызындай, бітпеген ешпендеге сенің көркің ай, сенің көркің ай. Бұл 4 жолдан тұрғандықтан жаңағындай бұлаңдап жұмақтың қорғызындай деп жаққа кетіп қалады. Егер 4 жол емес, 8 жол, 16 жол болса, онда бүкіл аяғына біткенге дейін жаңағындай той болса түзетесің сенің көркің, на-на-на-на-на деп осы әуен кете береді. Бітірердің алдында бұлаңда жұмақтың қорғызындай деп кететін жерге түсесіздер. А егер сіздер жоқ, каждый 4 куплет сайын бітіріп тұрам сөйт әуені десеңіздер, онда солай да жасау болады жаңағындай. Мысалы былай жасау болады, иә? Атыңды шешең сүйіп қойған еркің. Той болса түзетесің кәмшат көркің. Бұлаңдап жұмақтың қорғызыңдай, бітпеген ешпендеге сенің көркің ай. Қайтадан куплет әлі біткен жоқ, айтып алсың, қайтадан басын басайсың. Атымды шешең сүйіп қойған еркің. Осылай жасауға болады. Обычно ай дегеннен кейін көбісі бітіре салады ғой көбісін. Өзінің бір темасын, тақырыбын бітіреді. Сосын келесі тақырыпқа көшеді мысалы әуен. Солай жасасаңыздар болады, болмаса ар жағын созсаңыздар болады. Бұл енді өзіңіздің стиліңізге байланысты. Бүгінше осылай болды, енді қиын болып кеткен шығар мүмкін біреуге. Так, егер менің жасағанымды тура көрсеткенімде қайталасаңыздар, онда үйренесіздер. Құрметті әсіресе оқушыларым мұқият қарап, барлығын кәдімгідей басынан баса қайталап жасаңыздар. Сол кезде ғана осылай әдемі үйреніп аласыздар. Бұл алдағы айтыс болатын апталыққа дәлме-дәл тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан сіздерге керек болады. Бұл тек қана мен ғана жұмыс істеп отқан мектептегі ғана балалар емес, көп мектептерде осы апталық болайын деп отыр. Айтысқа байланысты. Және елімізде де үлкен айтыс болайын деп отыр. Соған орай мүмкін жасалынып жатқан шығар. Сондықтан да бірінші әуен және екінші әуенді әзірше үйренсеңіздер болады. Одан кейін келесі сабақтарда тағы да сұраныс болса, тағы да басқа айтыстардың басқа әуендерін көрсететін боламын. Осымен сабақ бітті. Келесі кездескенше
аманшылықта болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаламу алейкум.